Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы металдардағы электр тогы асқын өткізгіштік. Біз бүгін сабақ мақсатына сәйкес металдардағы электр тогын сипаттап, кедергінің температураға тәуелділігін талдаймыз және жоғары температурада асқын өткізгішті материалдарды алудың келешегін талқылаймыз. Металдардағы электр тогының болу себебі электрондар екенін барлығымыз білеміз. Және де осы электрондардың тізбектеліп қозғалысының әсерінен өткізгіш бойымен электр тогы жүреді. Олай болатын болса, осы металдардың электрондық теориясының тәжірибе жүзіндегі дәлелдемесін қарастырсақ. Ең бірінші осы Рикке тәжірибесімен танысып көрейік. Рикке тәжірибесі бойынша бізде қандай да бір металл алынған, осы жерде көріп отырсыздар, ол мыс және алюминий металы. Осы үш металдың беттерін жақсылап тегістеп, бір-бірімен түйістіріп қойып, бір бағытта бір жыл бойы ток көзін жіберіп отырғанда, ток күшін жіберіп отырғанда, осы металдардың массасы өзгермейтіндігіне көз жеткізеді. Олай болатын болса, осы металдардағы токты тасымалдаушы ол иондар емес, нақты электрондар екендігіне көз жеткізеді тәжірибе жүзінде, және де олардың бір-бірімен диффузияға түспеу себебі де осы металдардағы токты электрондардың тасымалдауы екенін түсіндіріп өтеді. Және де екінші тәжірибе ол бізде осы Стюарт пен Толманның тәжірибесі болып табылады. Негізгі тәжірибенің жұмыс істеу реті бізде қандай да бір катушка беріледі, диаметрлі. Осы катушканы айналдыру арқылы, инерция арқылы біз сіздермен оның бойындағы токтың бар жоғын тексереміз. Енді осы катушканың екі бөлігіне, жоғары және төменгі бөлігіне гальванометрдің қысқыштарын бекітетін болсақ, және де катушканы қандай да бір жиілікпен айналдыратын болсақ, біз осы катушка тоқтау моментінде гальванометрдің көрсеткіші ығысатынын білеміз. Осы жерден біз катушка арқылы қандай да бір ток жүретінін байқаймыз. Бұл деген сөз инерцияның арқасында электрондардың қозғалысын дәлелдейді. Олай болатын болса, осы тәжірибеден қорытынды жасауға болады. Ол зарядтарды тасымалдаушылар теріс зарядтар, және де осы тәжірибені жүргізу барысында зарядтың мөлшерін анықтаған кезде Q-дің массаға қатынасы осы электрон шамасының электрон массасына қатынасымен шамасымен жуық шамаға тең екендігін көріп отырамыз. Бұл деген сөз осы металдардағы тасымалдаушы негізгі бөлшектер ол электрондар екенін дәлелдейді. Сонымен қатар металдардағы электр тогы осы электрондардың қозғалысымен негізделген екенін дәлелдеп отырады екен. Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясын қарастырып көрсек. Жалпы металдар өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясын 1909 жылы Друде және де Лоренц жасаған болатын. Енді келесі суретке назар аударсақ, бұл жерде металдың екі жақ бөлігіне біз осы электр өрісін қоямыз. Электр өрісін қоятын болсақ, онда өткізгіш бойымен қандай да бір ток жүретін білеміз, ол электрондардың тізбектеліп қозғалысы. Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясының негізгі үш қағидасы бар. Енді бірінші қағидасына келетін болсақ, ол осы металдардағы электрондар идеал газ молекулалар сияқты хаосты және үздіксіз қозғалыста деп қарастырады. Егер біз металл өткізгішін электр өрісіне қоймай, осы жылдамдығын анықтайтын болсақ, онда ол келесі формамен анықталады. Түбір астында 3К бөлінген М электронның массасымен анықталады екен. Және де орташа мән есептейтін болсақ, онда оның 5 дәрежесі метр секундқа тең болады екен. Екінші, егерде біз осы өткізгішті электр өрісіне қоятын болсақ, онда электрондар қандай да бір ретпен бір бағытта қозғала бастайды екен, қабаттаса бастайды деп қарастыруға да болады. Олай болатын болса, электрондар осы металдың ішінде, өткізгіштің ішінде қандай да бір дрейфті жылдамдықпен қозғала бастайды екен. Бұл жылдамдықты біз ток күшінің формуласы арқылы анықтай аламыз, және де ток күшін осы электрондардың концентрациясына, зарядтың шамасына электронның, және де осы өткізгіштің көлінен қимасының ауданына қатынасы ретінде алынады екенбіз. Және де әрбір соқтығысу уақыт аралығы еркін жүру уақыты деп аталады. Еркін жүру уақыты әрбір соқтығысу аралығында тең болып саналады екен.
Металдар өткізгіштігінің электрондық теориясы болжам теория болғанымен, ол келесі заңдардың керемет түсіндірмесі болып келеді. Ол бізде Ом заңы және Джоу Ленц заңы. Енді суретке назар аударсаңыздар, дәл алдыңғы суреттің баламасы болып табылады. Және де көріп отырсаңыздар, бұл жерде металл иондар берілген, және де металл иондардың аралығында электрондардың қозғалысы көрсетілген. Электр тогына қоятын болсақ, тағы да айтып өтеміз, электрондар не істейді, бағытталып қозғала бастайды. Олай болатын болса, олардың жылдамдықтарын ескеретін болсақ, онда қандай да бір үдеуменен қозғала бастайды, және де осы уақыт аралығына көбейтіндісімен алады екенбіз максимал жылдамдықты. Күшті біз сіздермен осы үдеуді анықтау үшін негізінде электрондардың қозғалысы ол электр өрісінің әсерінен болады деп қарастыратын болсақ, онда үдеуді біз осы зарядтың шамасы менен кернеулікпен көбейтіндісі және массаға қатынасымен анықтауға болады екен. Енді көріп отырсаңыздар, орташа жылдамдықты анықтау үшін біз бастапқы жылдамдықпенен кейінгі жылдамдығының азайтындысын алып, екіге бөлуіміз қажет. Бұл жерде енді көріп отырсаңыздар, бізде бастапқы жылдамдық 0-ге тең болады. Өйткені соқтығысу барысында ол электрон барлық өзінің қозғалыс энергиясын осы иондарға беріп отырады екен. Содан кейін қайтадан нөлдік жылдамдықпен қозғалысты бастайды. Оны ескеретін болсақ, онда келесі теңдеу алынады. Және де біз ток күшінің формуласын орнына қоятын болсақ, онда NE квадрат S-ті көбейтілген E бөлінген 2ME деген формулада екенбіз. Көріп отырсаңыздар, бұл жердегі E шамасын біз потенциалдар айырымы немесе кернеумен өрнектей аламыз. Формуласын орнына қоятын болсақ, онда ток күшінің кернеуге тура пропорционал екендігіне көз жеткіземіз. Олай болатын болса, Ом заңының дәлелдемесін осы жерден алуға болады екен. Ток күші бізде кернеуге тура пропорционал, және де оның осы электрондардың қозғалысының иондармен байланысына кері пропорционал екен. Келесі, осы электрондардың қозғалысы барысында кинетикалық энергиясын соқтығысу барысында иондармен толық энергиясын осы иондардың ішкі энергиясына беріп отырады екен. Соның арқасында біздің электр энергиясы жылу энергиясына айналады. Бұл бізде Джоу Ленц заңы болып табылады. Металдар кедергісінің температураға тәуелділігін қарастырсақ, енді көріп отырсаңыздар, тәжірибе берілген бұл жерде. Тәжірибенің негізгі мақсаты ол осы өткізгіштің кедергісінің температураға тәуелді екенін анықтау. Ең бастапқыда біз қандай да бір өткізгішті аламыз, немесе катушканы алайық деп қарастырайық. Осы шарғыны біз егерде ток көзіне қосатын болсақ, және де амперметрмен токтың өлшейтін болсақ, ол қандай да бір бастапқы мәнді беріп отырады. Егер осы біз шарғыны қыздыратын болсақ, онда токтың шамасының азайғанын көріп отырамыз. Ол деген сөз кернеуі тұрақты болғанда, егерде осы өткізгішті қыздыратын болсақ, оның тогының азаюы кедергісінің артуымен байланысты деп қарастыруға да болады. Сонымен қатар, алдыңғы слайдта біз көрсетілгендей формуладан кедергінің формуласын алатын болсақ, екі көбейтілген электронның массасы осы өткізгіштің ұзындығынан көбейтіндісі бөлінеді электронның концентрациясы, электрон зарядының квадраты, осы өткізгіштің көлден қимасының ауданына көбейтіндісі және тау уақыт. Бұл жерде тау уақыт ол еркін жүру уақыты болып табылады. Еркін жүру уақыты дегеніміз ол соқтығысудың аралығы деп қарастыруға да болады. Егер де біз осы өткізгішті қыздыратын болсақ, онда металл иондарының тербелісінің амплитудасы артып отырады екен. Тербелісінің амплитудасы артып отыруының арқасында металдардың, осы электрондардың еркін жүру уақыты азаяды. Олай болатын болса, кедергі сәйкесінше артып отырады екен. Енді біз осы металдар кедергісінің температураға тәуелділігін екі формамен көрсете аламыз. Ол меншікті кедергімен және де осы кедергінің формуласы температуралық коэффициентке тәуелді екенін көріп отырмыз. Көптеген жағдайларда осы температуралық коэффициент жай металдарда 0,04 кельвиннің -1 дәрежесіне тең болады. Бұл жердегі ρ0 деп отырғанымыз 0 градус температурадағы өткізгіштің меншікті кедергісі, ал R0 деп отырғанымыз 0 градус температураға өткізгіштің кедергісі болып табылады.
Ең алғаш асқын өткізгіштікті тәжірибе жүзінде 1910 жылы Камерлинг Оннес анықтаған болатын. Ол тәжірибе жүзінде сынаптың температурасы 4,2 кельвинге келген кезде осы кедергісінің кенеттен нөлге сәйкес болатынын байқайды. Және де бір осы жерде айта кететін жайт, температура төмендеген сайын кедергі де төмендеп отырады, және де белгілі бір температурада кедергінің мәні күрт нөлге қарай ығыса бастайғанын осы асқын өткізгіштік деп қарастырамыз. Енді осы асқын өткізгіштікті қарастырғанда біз негізгі ғалымдардың мақсаты тиімді температурада асқын өткізгіштікті байқау. Көріп отырсаңыздар, 4 кельвин дегеніміз ол өте төмен температура, және де 100 кельвиндегі, және де 150-120 кельвиндегі температурада асқын өткізгіштіктерді алу, ол ғылымда да, техникада да прогресс болушы еді. Және де асқын өткізгіштерді техникада қолдану барысында біз сіздермен осы магниттік платформа арқылы қозғалатын жылдамдығы үлкен пойыздарды қарастырсақ болады. Қазіргі таңда осы пойыздардың түрлері кездеседі, және де техникада көп қолданылады. Екінші МРТ, бұл жерде магнит өрісі арқылы диагностика жасау. Бұл аппарат көбінесе медицинада көп кеңінен қолданылады екен. Тақырыбымызға байланысты есептер шығарып көрсек, температурасы 800 градус Цельсий, кедергісі 48 Ом болатын қыздырғыш аспап жасау керек. Сымның диаметрі 0,15 мм, меншікті кедергісі 0,4 микроом көбейтілген метр. Және кедергінің температуралық коэффициенті 0,100 мыңнан 21 бір бөлінген кельвинға тең. Сымның ұзындығы қандай? Берілгені келесі түрде алынып отыр, және де біз осы сымның ұзындығын анықтауымыз қажет. Сымның ұзындығын анықтау үшін өткізгіштің кедергісінің температураға тәуелділік формуласы және де өзінің негізгі формуласы алынады. Осы формулалардан біз ең бірінші температуралық коэффициентке байланысты формуласынан бастапқы температурасы өзгермей тұрғандағы мәнін анықтаймыз. Ол бізде 41 Омға тең болады екен. Олай болатын болса, ұзындықтың формуласын екінші формуладан түрлендіретін болсақ, ол келесідей болады. Және де бұл жердегі аудан ол πr квадрат немесе πd квадрат бөлінген 4-ке тең болады. Оны барлығымыз білеміз. Және де сан мәндерін орнына қоятын болсам, онда ұзындық бізде 20,1 метрге тең болады екен. Сонда жауабы өткізгіштің ұзындығы 20,1 метрге тең. Келесі тапсырма, мұз сымды катушкаға тұрақты кернеу берілген. Осы катушканы еріп жатқан мұзға батырған, ток күші 14 миллиампер болады, ал қайнаған суға батырғанда ток күші 10 миллиампер болады екен. Осы мәліметтер арқылы мұз сымның кедергісінің температуралық коэффициентін табуымыз қажет. Енді сіздер білесіздер, еріп жатқан мұздың температурасы 0 градусқа тең болады, ал қайнап жатқан судың температурасы 100 градусқа тең болады. Осыған сәйкес біз температуралық коэффициентті анықтауымыз қажет. Егер біз кедергінің температураға тәуелділігі формуласын алатын болсақ, R тең R нолевой жақшаның ішінде 1 плюс альфа Т. Бұл жерде біз сіздермен кернеудің тең екенін білеміз, өйткені біз ток көзін өзгертіп отырған жоқпыз. Олай болатын болса, онда Ом заңы, тізбек бөлігі үшін Ом заңына байланысты IR-дің мәндері тең болады екен. Сонымен, егер де біз осы кедергілердің қатынасын анықтайтын болсақ, онда ток күштерінің қатынасымен беріледі, ол 1,4-ке тең болады екен. Формула бойынша температуралық коэффициент анықтайтын болсақ, онда кедергілердің қатынасы -1 бөлінеді осы өзгерген температура. Ол бізде 1,4 -1 бөлінген 100-ге тең болады екен. Немесе температуралық коэффициенттің мәні 0,04 кельвиннің -1 дәрежесіне тең болады екен. Сонда жауабы температуралық коэффициентіміз 0,04 кельвиннің -1 дәрежесіне тең болады екен. Ал енді сабағымызды қорытындыласақ, біз бүгін сабақта металдардағы электр тогын сипаттап, кедергінің температураға тәуелділігін талдадық, және жоғары температурада асқын өткізгішті материалдарды алудың келешегін талдадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.